Қыздар, қалайсыңдар? Бүгін travel блог Мальдивдегі саяхатымда, тиімді саяхатымнан кішігірім видео үзінді түсірдім сіздерге. Қайырлы күн, сіздермен Айрин. Біз қазір Ранали резортындамыз, Мальдивиде. Сондай-ақ соңына дейін тамашаласаңыздар, мен соңында қанша теңгемен келдім, қанша теңгеге демалуға болады, қандай турларға бару керек, қай жерден қандай отель таңдауға болатыны туралы толық мәлімет бердім. Көріп, тамашалап, если ұнайтын болса, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар, ол мен үшін өте маңызды. Қолдауларыңыз үшін рахмет. Қайырлы таң, сіздермен Айрин, Мафушидан, Мальдивадан сәлем. Барлықтарыңызға мен бүгін кішігірім репортаж түсіргім келіп тұр, себебі мен мұнда Мальдиваға келерде ешқандай информация қазақ тілінде тапқаным жоқ. Сондықтан қазақ тілінде информация түсіргім келді, себебі мен мұнда келерде тек орысша информациялармен іздеп, солар арқылы келдім. Ең алдымен сіздер Мальдиваға келеместен бұрын не істеулеріңіз керек? Сіздер резорт немесе отель таңдауларыңыз керек. Негізі көбінде бұл жерге Мафушиға адамдар келеді. Себебі Мафуши кішігірім қала, сосын бюджетный қала деп айтама, арзан қалаларының бірі. Темір резорттарға қарағанда Мафуши арзандау. Мафушиға келерден алдын біз Booking.com арқылы Сиртоно View деген отельге газ бердік. То есть бронировать еттік. $148. $148 2 комната 4 адамға. Яғни бір адам басы 7,5 мың теңгеге түсті бізге. Сосын мұнда келген екен $24 жаңағы налог төледік. Сонымен общий алған кезде бір күнге 10 мың теңгеге жаттық. Бір күнге 2 күнге 20 мың теңге болып есептелмек. Біздер 22-23 болдық сонда. Кейінгісі бұл жерге келген кезде тамақтар, су, жаңағы сок дегендердің барлығы кәдімгі біздің Қазақстандағы цена сияқты. Тамақтар, мысалы біз ресторанға барсақ та сол 3,5-5 мыңға тамақтанамыз. Мұнда да сондай. Бірақ сіздер андай керемет сықи ресторан емес, енді кішігірім кафеде тамақтана аласыздар. Сосын сноркинг, дайвинг, басқа резорттарға бару үшін мұнда деген турлар жеткілікті. Айком тур, велотрипс барлығы бар. Сол жерге кіріп, мысалы, тур жалдасаңыздар да болады. Біз бірақ Сиртоно View'дің ішінде өзі тур береді екен. Сол 6 адам болғандықтан бізге выгодно түсті. Біз сноркингке $20 бардық. Дельфин сноркинг ташбақа көресін. Ал резортқа біздер Синтараға барғымыз келген $140. Бірақ ол біз келген күні погода ауа райы онша емес болғандықтан біздер Раналиға бардық. Бірақ Раналида өкінбейміз, өте керемет. Ол бір күн емес, full day деп айтылады, бірақ 9-дан кешкі 5-ке дейін $130. Ішіне не кіреді? Ішіне барлығы кіреді. Мысалы, тамақтанып атқаныңыз, мысалы, all drinks деп айтады. Жаңа алкогольный, безалкогольный напиткилар, сосын массаж, сол жерде демалу. Не алып кету керек? Мұнда сувенирлер, болмаса басқа нәрселердің барлығы қымбат. Так как барлығы бұл жерге мұнда жасалынбайды, мұнан алып келінеді. Енді сіздер тек қана бір зат аласыздар, ол кокосовый снек. Кокостан жасалынған мұндай қамысқа оралған құттай тәтті нәрсе. Ол $1 тұрады, кішісі 70 цент тұрады. Сонымен соны алып үйлеріңізге алып баруларыңызға болады. Қанша ақшамен келу керек? Если сіздер 10 күнге, мысалы біз бір күнге 10 мың теңге, грубо айтқанда 15 мың теңге деп есептейтін болсақ, сіздер 10 күнге 150 мың теңгеге келе аласыздар бюджетіне. 150 мың теңге, если тек қана Мафушида жүремін десеңіздер. Жоқ, басқа резорттарға барам деп атсаңыздар, 250 мың. Сондай. Сосын бұл жерде аэропорт басқа жерде, Маля қала басқа жерде, Мафуши басқа жерде. Сіздер катермен келесіздер мұнда.
катерге $20. Ол туристтерге арналған, потому что менің естуім бойынша бұл жерде мальдивецтерге басқа цена, туристтерге басқа цена. Менің берген информациям кішігірім болса да сіздерге пайдасы тисе, мен қуанамын. Қош сау болыңыздар.